қостым. Қадірлі жерлестер, менің атым Өмірбек Жампозов. Мен осы Астанада 2011 жылдан бері Қазсушар Республика мемлекеттік мекемесінің басшылық қызметтерінде болдым. Қазір 1,5 жылдай болды. Сол кәсіподақ ұйым құру төрағасымын. Оған себеп болған, мен басшылық жұмыста ұстауыма себеп болған Ақмола облыстық қаржы полициясының осындағы өңірлік басқармасының басшысы Алмат Мырзалиев пенен тергеуші Бауыржан Садуақасов деген азаматтардың осы біздің атқарған жұмысымыздағы бір нысанда қылмыстық іс қозғап, нақақтан нақақ жала жауып, сол істі 2 жылдай жүргізіп, қазір мінекей 5-6 ай болды. Селдігар аудандық сотында қылмыстық іс жүріп, қазір аяқталуға жақын. Нәтижесі қандай болатыны белгісіз, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Біз таза қызмет істеген азаматтар ақталуымыз мүмкін, тіптен жассыз да жассыз сотталып кетуіміз де мүмкін. Бұл мәселе бойынша біздер аудандық прокуратура, облыстық прокуратураға бірінші рет шағымданып қайырылдық. Осы қаржы полициясы қызметкерлерінің мекемесінің ішіндегі ішкі қауіпсіздік службасына да қайырылдық. Одан ештеме шықпады. Соңында біз бас прокуратураға Асан Жақып Асан мырзаға қайыруымызға тура келді. Ол жерден біз қолды тапқандай болдық. Дегенменен бірақ та қаржы полициясының қызметкерлері бас прокуратураның нұсқамасында орындамай істі соттары өткізіп жіберді. Біздің ешқандай амалымыз қалмады. Сондықтан мен қазір біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атына ашық қайыруыма мәжбүр болып отырмын. Тексті оқып берейін. Аса қадірлі елбасы, мен шалғай ауылда туып, 10 баланың күні болып өстім. Еңбек жолымды сол ауылда бастап, аудан, қала, облыс деңгейінде барлық қызмет сатыларын өттім. Соңғы 4-5 жылда ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты Қазсушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорынды басқардым. Арасында орынбасар да болдым. 2010 жылдың 25 ақпаннан бастап осы су саласының кәсіподақтар ұйымының төрағасы болып еңбек етудемін. Құрметті президент, менің осындай қадамым баруыма себеп болған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Ақмола облысы бойынша өңірлік басқарма бастығы Алмат Мырзалиев пен тергеушілер тобының жетекшісі Бауыржан Садуақасовтың қасақана жала жауып, өткен 2015 жылдың 14-15 қазан күндері мені қамауда ұстағаны. Оған негіз етіп 2013 жылы бір жауапкершілігі серіктестіктің директоры Серік Бижанов дегенге маған 30 миллион теңге бердім дегізіп арыз жаздырып алған. Шын мәнінде мен ол адамды танымаймын, тіпті осы дейін көрген емеспін. Кейіннен тергеушілердің бұл құйтырқы істері жала екені анықталғаннан кейін олар мені одан да сорақы қылмыс жасаған деп жасанды айыптап отыр. Ал мен болсам осы кезеңде қылмыс емес, керісінше миллиардтаған мемлекеттік бюджет қаржысын таран-таражға салудың жолын кесуге елеулі үлес қостым. Әрі оны мақтанышпен айта аламын. Атап айтқанда, соңғы 3 жылдың ішінде тендерлік алғышартпен бас мердігер ретінде жобалардың сметалық құнын түсіру арқылы республикалық бюджетке 2,2 миллиард теңге қайтардық. Шаруашылық кәсіппен құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізе отырып, Қазсушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына 6,3 миллиард теңге таза пайда келтірдік. Үшінші, Қаныш Сәтпаев атындағы канал технологиялық қондырғыларын қайта құру жобасына қаралған 6,2 миллиард теңге шын мәнінде 1,8 миллиард теңге екені анықталып, мемлекетке 4,4 миллиард теңге қайтардық. Төртінші, Астана су қоймасын реконструкциялауға 31 миллиард теңге қаралған. Ол 3 миллиард теңге тұрады. Яғни 29 миллиард теңге артық жоспарланған болатын. Оны тоқтаттық. Тағы да басқа көп мысалдар келтіруге болады. Ал бұған дейін қабылданған 2020 жылға дейінгі су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасын қайта қарау нәтижесінде
1 триллионнан аса бюджеттік қаржының негізсіз жоспарланғанын анықтадық. Барлығы 1,5 триллионға жуық бюджеттік қаржы үнемделді. Және бұл шараларды іске асыруда Су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев мырза өте зор еңбек етті. Әрі бұл тек су шаруашылық саласында ғана қатысты. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің еліміз үшін, отанымыз үшін сарқып жүрген күш-қуатыңызды, тіпті жаныңызды шүберекке түйіп, төрткүл дүниені ұшақпен шарлауыңызды, әлемдегі жақсы жаңалықтарды жұртыма қайтсем жеткіземін деп сарсаң болып шаршап та жүргеніңізді сеземін. Уақытыңызды әрбір минутына дейін шектеулі екенін де білемін. Кейін кезде біздің мемлекетімізде жемқорлық мәселесі өте үлкен проблема болғаны жасырын емес. Әрі аса жоғары лауазым иелері жауапқа тартылып жатыр. Әрине кінәлі болса әркімде жазасын алу керек. Ал біздің жағдайда бәрі керісінше. Сондықтан да бір сәт көңіліңізді бөлсеңіз, болмаса менімен қоса бірнеше адал қызмет еткен, жоғарыда айтылған миллиардтаған бюджет қаржысын үнемдеуге едәуір үлес қосқан азаматтар сотталып кетуі мүмкін. Көмектесуіңізді сұраймын. Құрметпен, Өмірбек Жампозов. Өшіре бер.